Елорданың ең қарбалас теміржол өткелдерінің бірінде қауіпсіз өткел профилактикалық акциясы өтті. Мұндай рейдтер теміржол өткелдеріндегі жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында Қазақстан теміржолы желісі бойынша тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Елордалық локомотив депосының машинистері көлік полиция қызметкерлерімен бірге жүргізушілерге қауіпсіз өту ережелерін ескертіп, ақпараттық жадынамалар таратты. Елімізде заң мен тәртіп мемлекеттік акциясы бойынша бүкіл еліміздің теміржол бойында қауіпсіз өткел мен қауіпсіз теміржол акциясы өткізіліп жатыр. Соған байланысты бүгін перездің бойына шығып, жүргізушілермен сұхбат алып, өзіміздің жұмысымызды көрсетеміз. Бұл жерден күніне жүздеген пойыздар өтеді, мыңдаған машина өтеді, осы перезден нечетный парктың. Бұл жерде 7 жылдай уақытта жол көлік оқиғасы орын алмады. Жүргізушілер теміржол өткелдерінде өте абай болғандары дұрыс. Асығыстық танытпау керек, және де бағдаршам сигналдарына бағыну керек. Акция барысында рейдке қатысушылар жүргізушілердің сұрақтарына жауап беріп, өткелдерден қауіпсіз өту ережелері жазылған жадынамалар таратты. Былтыр теміржол өткелдерінен өту ережелерін бұзған үшін жауапкершілік күшейтілген болатын. Бүгінде бұл талапты бұзғандарға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал теміржол инфрақұрылымы нысандарына зақым келтіргендер көлік басқару құқығынан белгілі мерзімге айырылады. Қауіпсіз өткел акциясы қтш желісіндегі ең қарбалас теміржол өткелдерінде өз жалғасын табады.